Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай, жұмсақ, қатып қалмайтын булочка, яғни бөлкелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылытып алған сүтімізді ыдысымызға құйып, оның үстінде бөлме температурасындағы 60% дүкеннің сары майын салып, одан соң қантымызды қосып, және ашытқы мен ванилинді салып жақсылап араластырамыз да, одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы да бір келке етіп араластырып аламыз. Сүт бізде ыстық болмауы қажет, себебі бізде арасында дрожь болғандықтан, яғни ашытқымызды өлтіріп жібереді. Егер ашытқы басылып қалатын болса, біздің қамырымыз көтерілмей қалатын болады. Келесі енді мөлшерімен ұнымызды салатын боламыз. 500 грамм ұн салдым. Сіздер көбейтіп жасасаңыздар, 2 есе үстінен қосып жасасаңыздар да болады. Барлық құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Енді барлығын бір келке етіп жұмсақ қамыр дайындаймыз. Бізде қолға жабыспайтын өте нәзік қамыр пайда болады. Қатты қолдың күшін салмай, саусағымыздың ұшымен ала отырып қамырымызды илейтін боламыз. Құрамында көрсетілген ұн бойынша ғана саласыздар, артық ұн қоспаймыз. Өзі осылай бір келкі болып, қамыр жұмсақ болып шығады. Артық ұнды қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалады. Енді үстіне оливковое масло немесе сұйық майымызды сәл ғана жағып, бетін жауып, шамамен 1 сағаттың көлемінде жылы жерге қойып қоямыз. Бізде қамырымыз осылай көтеріледі. Бірден алып, сопақша етіп жайып аламыз. Қолға икемделген өте жұмсақ қамыр пайда болады. Енді осылай бөліктерге бөліп аламыз. Көз мөлшермен немесе таразының көмегімен өлшесеңіздер де болады. Мен әрқайсысын 50 граммнан өлшеп алдым. Егер сіздерде бөлкелеріңіздің бірдей размерде болғанын қаласаңыздар, таразының көмегімен өлшеп кесіп алсаңыздар болады. Енді кескен қамырымызды дөңгелекше етіп, осылай орамалдың астына қойып қоямыз, беті кеуіп қалмас үшін. Енді келесі біздің бөлкелерімізді формасына келтіріп жаятын боламыз. Мен мак қолдандым, және осы макты сәл ғана үстіне сеуіп, қолымызбен жайып жібереміз де видеодағыдай орап шығамыз. Бізде осындай екі жақ шетін ала отырып орап шығамыз. Үстінен астына бір-біріне біріктіріп аламыз да, көргендеріңізде ортасынан пышақпен кесіп аламыз. Екі жаққа жайылады. Бізде осылай жүрек тәрізді пішін болады. Келесі арасына мен қант қосып жасадым. Қантпен де өте дәмді, шаймен ішкенге жақсы кетеді. Қант қосып жасасаңыздар да болады. Егер сіздерде мак болмаса, қант немесе жаңағы мак түрлерін қолданып жасап көріңіздер. Енді осы бөлкелеріміздің үстіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сонда піскен кезде түрі әдемі, көрінісі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста шамамен беті қызарғанға дейін 30-35 минутта пісіріп алып шығамыз. Міндетті түрде 180 градуста пісіріп алған дұрыс. Одан артық қоспаңыздар, себебі тез пісіп, біздің бөлкелеріміз көтерілмей, беті күйіп кететін болады. Мінекей осымен біздің бөлкелеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, парақшама қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.